Саламатсыздарма, менің аты жөнім Гафурова Зульфира. 128-18 А тобының студентімін. Менің алған жұмысым Малюс заңын тексеру. Жұмыстың мақсаты жазық поляризацияланған жарықтың қасиетін зерттеу және Малюс заңын тексеру. Жарық толқыны бұл электр өрісінің кернеулігі және магнит өрісінің кернеулігі өзара перпендикуляр және толқынның таралу жылдамдығының векторына перпендикуляр тербелетін электромагниттік толқын. Сондықтан барлық тұжырымдар жарық векторы болатын электр өрісінің кернеулігіне қатысты жүргізіледі. Өйткені электр өрісі заттың атомдарындағы электрондарына әсер етеді. Е векторының тербелісі болатын жазықтықты поляризация жазықтығы деп атаймыз. Құрылғыға келетін болсақ, табиғи жарық көзі, поляризатор, анализатор және де фотокатодқа түсетін ток көзін сезгіш датчик орналасқан. Жұмыстың барысы бірінші бұрышты 0 градусқа қойып аламыз. 0 градусқа қойып аламыз. 0 градустағы мәні 50-ге тең. Осылай әр 10 градус сайын мәнін алып, кестеге орналастыратын боламыз. 10 градустағы мәні 48-те 45-ге тең. Кесте бойынша 0 градус пен 90 градусқа дейін косинус фидің мәнін тауып, оларды квадраттау керек және де кестеге енгіземіз. Болғаннан кейін шыққан мәндерді графикке саламыз.